Сөздерді тыңдап қайтала. Келесі батырмасымен қалған сөздерді тыңда. Көйлек, жейде, тон, шалбар, етік, бәтеңке, қолғап, құлақшын, киім. Сөзді сәйкес суретке апарып, мәнерлеп оқы. Сөздер кезекпен шығады. Көйлек, ақылдым, жейде, бәрекелді, жарайсың, тон, ақылдым, шалбар, бәрекелді, жарайсың, етік, ақылдым, бәтеңке, бәрекелді, жарайсың, ақылдым, құлақшын, бәрекелді, киім, жарайсың, ақылдым. Енді сөздерді жазып шық. Суретке мұқият қара. Көйлек, жейде, ақылдым, тон, бәрекелді, шалбар, жарайсың, ақылдым, етік, бәрекелді, жарайсың, қолғап, құлақшын, киім. Бәрекелді, жарайсың. Кел сөйлесейік. Мынау не? 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 Сен менің сұрағымның барлығына жауап бердің. Мәтінді мұқият тыңда. Нұртастың ақ көйлегі, қара шалбары, қоңыр бәтеңкесі бар. Ол тонын қыста киеді, ал жазда жейдемен жүреді. Нұртас өз киімдерін өзі кие алады. Мәтінді оқы. Оқылуын ұмытып қалсаң, тыңдағың келген сөйлемнің қасындағы батырманы бас. Нұртастың ақ көйлегі, қара шалбары, қоңыр бәтеңкесі бар. Ол тонын қыста киеді, ал жазда жейдемен жүреді. Нұртас өз киімдерін өзі кие алады. Мына сөйлемдердің орны ауыстырылып берілген. Оларды дұрыстап жазып шық. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер.
Нұртастың қандай киімдері бар? Оның бәтеңкесі қандай? Ол тонын қашан киеді? Нұртас жазда немен жүреді? Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Жап-жасыл ағашы, қып-қызыл алмасы, ақ басты тауы бар, ақындар ағасы, қызылды, жасылды, Алматы қаласы. Өлеңде қай қала туралы айтылады? Ағаштары қандай? Алмасы қандай? Тауы қандай? Алматы қандай? Мәнерлеп оқы. Көбелектердің түсі қандай? Гүлден гүлге не қонады? Көбелек қайда қонады? Ненің суретін салар ем? Қандай баға алар ем?